Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі номер 2 дәрісіміздің тақырыбы мәдени құрылыстардың конструкциялары және жабындары. Жоспар. Бірінші сұрағымыз мәдени құрылыстарға және үлгілік жобаларға қойылатын агроэксплуатациялық талаптар. Және екінші сұрағымыз мәдени құрылыстарды жабындарының қоршау беттеріне арналған жарық өткізгіш материалдары. Алдыңғы дәрісте айтқандай, қорғаулы жер дегеніміз маусымнан тыс уақытта көкөніс және басқа да ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруге пайдаланатын, өсімдіктерге қолайлы жасанды микроклиматы бар арнаулы құрылыстар немесе жер учаскесін айтамыз. Ол қорғаулы жердің ашық жерге қарағанда ерекшеліктері келесі: жылдың кезеңіне және ауа райының жағдайына қарамайтын өсімдіктердің өсіп дамуына қолайлы факторларды байланыстыратын техникалық базаның бар болуы. Екінші ерекшелік ол деген ашық жер көкөніс шаруашылығымен салыстырғанда жер көлемі өте үлкен емес. Үшінші ерекшелік ғимараттың көлемін және кеңістігін интенсивті пайдалану. Мысалы деген сөрелерде өсіру, стеллаждарда өсіру, тағы да басқалары. Төртінші ерекшелік деген қорғаулы жерде ашық жермен салыстырғанда өнім өте жоғары болады. Мысалы, ашық жердегі көкөніс шаруашылығын қияр дақылын алатын болсақ, ол деген 1 гектардан 900 центнер рекорд болатын болса, жылыжайда 1 жылда 7000 центнер алынады. Бесінші ерекшелік ол деген өндірістің күрделі механизация және электрификацияны қолданып, қол еңбегі үлкен шығынмен байланыстыру. Алтыншы ерекшелік ол өнімнің жоғары өз құндылығы немесе рентабельділігі. Жетінші ерекшелік ол деген ашық жерге қарағанда қорғаулы жердің жұмысшыларынан арнайы білім, көңіл, жоғары квалификация талап етуі. Осы ерекшеліктерге байланысты енді қорғаулы жердің пайдалану және құрылысын салу белгілері бойынша жылыжайларды 6 топқа бөледі. Ол деген міндеті, пайдалану ұзақтығы, маусымдығы бойынша, өсіру технологиясы бойынша, жарық өткізгіш жабыны түрі бойынша, қоршауының пішін үйлесімі бойынша және жылыту тәсілі бойынша. Жылыжай құрылымдары мен жылыжай кешенінің өлшемдерін, оның географиялық орналасуын таңдау бизнестің осы түрін басқаруға және дамытуға жүйелі көзқарасты қажет етеді. Мысалы, жылыжай кешенін жоспарлау үшін бірінші құрылымдардың түрін, жабынын таңдау кезінде тәуекелдерді дұрыс бағалау үлкен маңызға ие. Жылыжай кешені бүгінде күрделі қымбат құрылым болып табылады. Өндіріс процесінің тиімділігі көптеген факторларға байланысты. Және басқа салалардан келген заманауи жылыжай жабдықтары, автоматтандыру, өнеркәсіптік технологиялар көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Жоспарланған өсіру технологиясына, таңдалған сорттар мен будандарға, аймақтың климаттық жағдайына, қызметкерлердің біліктілігіне және басқа факторларға сүйене отырып, таңдалған дақылдардың өнімділік деңгейін, кешеннің өтелу мерзімі, оның жұмысының тиімділігі туралы болжам жасауға болады. Мысалы, ең бірінші жылыжай ұйымдастырудың алдында сол болашақ жылыжайдың учаскесін таңдап алу қажет. Ол участок күнмен жақсы жарықталған болуы тиіс. Жылыжай үшін орынды таңдау үшін оны жылдың қай мезгілінде пайдалану керектігін ескеру қажет. Егер жылыжай көктемгі типте болса, онда оның күннің бірінші жартысында ғана күн сәулесі түсетін жерге орнатқан дұрыс. Ал түстен кейін бірнеше сағат көлеңкеде болады. Қысқы жылыжайлар үшін ғимараттар мен ағаштардан бос орын жақсы, бұл жылыжайдың ең жақсы жарықтандырылуына ықпал етеді. Құрылым күні бойы таңертеңнен кешке дейін күн сәулесімен жарықталған және максималды мөлшерін алу бағыттары бойынша бағдарлану үлкен маңызға ие болады. Ол жағдайда орналасудың ең жақсы тәсілі шығыс-батыс осінің бағыты. Өйткені көкжиектен жоғары, ең жоғарғы нүктеде болған кезде күннің максималды жарықтандыруына мүмкіндік береді. Енді ең қорғалған көкөніс шаруашылығының ішінде жылыжайлар ең жетілген,
өсіру құрылыстарының бірі болып есептеледі. Бұнда өсімдік тіршілігінің барлық факторлары, сондай-ақ өнімділікті де реттеуге болады. Жылыжайдың қорғаулы жердің басқа құрылыстарынан айырмашылығы, бұнда барлық технологиялық процестерді механикаландырып қана қоймай, сонымен бірге автоматтандыруға да болады. Жылыжайдағы еңбек ол деген өнеркәсіптік өндірістің бірі. Жылыжайлардың негізгі міндеті маусымнан тыс уақытта көкөніс, қорғаулы және ашық жерлер үшін көшет өсіру болып табылады. Пайдалану ұзақтығы бойынша жылыжайлар қысқы және көктемгі болып бөлінеді. Қысқы жылыжайда жыл бойы көкөніс өсіретін болса, көктемдікте ерте көктемнен қоңыр күзге дейін мысалы деген көшеттер, қырыққабаттың, жылы сүйгіш дақылдардың көшеттерін өсіруге пайдалануға болады. Өсіру технологиясы бойынша сөрелі, немесе стеллажды деп айтамыз, сөресіз, грунттық жерде гидропонды жылыжайлар, фитотрондар және қозықұйрық немесе шампиньон өсіретін болып бөлінеді. Әсемдік, селекциялық және тәжірибелік жылыжайларда сөрелерді жазық, ернеусіз жасайды. Себебі оларға құмыралар, ыдыстар, жәшіктер қойылады. Жылыжайдың жабдықтағанда жыл бойы опциялары қарастырылады. Олар келесі түрлерге бөлінеді. Бірінші, ол деген бір жақты құламалы жылыжайлар. Бұлар қарапайым құрылымдар. Олар көбінесе ғимараттарға қосымша ретінде салынады. Кірпіштен жасалған бос қабырға жақсы жылу оқшаулау қасиеттерімен қамтамасыз етеді. Бір жақты құламалы жылыжайлар немесе односкатная теплица деп айтамыз. Екінші, ол деген екі жаққа құламалы жылыжайлар. Олар көбінесе 25-35 градус бұрышта беткейлермен бөлек тұрады. Олардың дизайны монофиламенттермен бірдей, бірақ ауданы үлкенірек болады. Мысалы 300 шаршы метрге дейін. Бұл жағдайда сәулелер тіректерге сүйенеді. Олар қабырғалар бойымен де, жылыжай ішінен де созылуы мүмкін. Үшіншісі, ол ангарлы жылыжайлар. Олар ірі фермаларда жиі қолданылатын габельді немесе доғалы құрылымдар. Оларды салу және пайдалану қымбаттырақ, биіктігі мен еніне байланысты жылыжайлардың алдыңғы түрлерімен салыстырғанда жылу шығыны көп. Олардың көлемі 600-ден бастап 300 шаршы метрге дейін ауытқиды. Төртіншісі, ол блокты жылыжайлар. Бұл негізінен бірін-біріне іргелес бірнеше жылыжай, сонымен қатар олардың бүйір қабырғаларының орнына тіректері болады. Мұндай жылыжайлардың өлшемдері 10.000 шаршы метрден 30.000 шаршы метр аралығында болуы мүмкін. Және олар өз технологиясының арқасында құрылыста үнемді болып саналады. Жылыжайлар жарық өткізгіш жамылғыларының түрлері бойынша шыныланған немесе әйнектелген пленкамен және қатты полимерлі жарығаттармен жабылған болып бөлінеді. Шыны әйнек негізінен жылыжайларда жасалады. Олар барлық маусымда немесе жылдың көп бөлігінде қолданылады. Шыны жабыны бар жылыжай ғимараттары бұл көбінесе жылыту және кондиционермен жабдықталған функционалды құрылымдар. Пленка жабыны көбінесе кішкентай жылыжайларды жасау үшін қолданылады. Көбінесе онда көшеттер кейіннен ашық жерге қайта отырғызу үшін отырғызылады. Пленканың келесі түрлері болады: целлофан және полиэтилен, ПВХ пленкасы, күшейтілген, көпіршікті пленка деген сияқты пленканың келесі түрлері. Үшіншісі, ол деген поликарбонатты. Соңғы кезде көбінесе ұялы поликарбонатты қолданады. Бұл сыртқы қабаттары көптеген секіргіштермен байланысқан пластиктің ішіндегі қуыс парақ. Ұяшықтар материалдарын атауы шыққан бал ұясына ұқсайды. Жылыжайлар мен болжайларды жабу үшін қалыңдығы 4-тен 16 мм-ге дейін мөлді парақтар қолданылады. Поликарбонаттың келесі түрі, ол деген монолиттік поликарбонаттар. Олар деген жоғары және төмен температураға төзімді, тамаша және оқшаулау қасиеттеріне ие және өсімдіктерді өсіру үшін жарық өткізгіштігі
80-86%-ға дейін жеткілікті. Осы соңғы кезде сол поликарбонатты қолданады. Ол поликарбонаттың кемшілігі бұлыңғырлықтың жоғары ықтималдылығы, уақыт өте келе жарық өткізгіштігі нашарлайды. Сондай-ақ абразивті заттар мен еріткіштерге тұрақсыздық. Спанбоп, пленка, әйнек, поликарбонат деген жабындарды пайдаланады. Жылыжайларды жабындау және жылыжай жасау үшін бүгінде ескі дәлелденген материалдар, шыны, поликарбонат, ПВХ пленкасы деген, және жаңаларға деген акрил, жарық түрлендіретін пленка, агрофибра қолданады. Ол жабындардың әр түрінің өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Сондықтан материалды таңдағанда көкөніс құрылысының түрін, жылыжай немесе бөрліжай ма, және өсірілетін дақылдың түрін ескеру қажет. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сол сұрақтарға жауап беру сұралады. Дәріс аяқталды. Сау болыңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.